20 ғасырдың басында әлем бейнесі қандай болды? Қазіргі заман тарихы екі кезеңге бөлінеді. Бірінші кезең 20 ғасырдың басынан бастап 1945 жылға дейінгі уақытты осы ғасырдағы екі дүниежүзілік соғыстың аралығын қамтиды. Екінші кезеңге 1945 жылдан бастап бүгінгі күнге дейінгі уақыт жатады. Интербеллум екі соғыс аралығындағы кезең, бірінші және екінші дүниежүзілік соғыстар аралығындағы 21 жылды қамтиды. Әлемнің көптеген елдері үшін бұл уақыт аралығы үлкен бетбұрыс кезеңі болды. Қазіргі заман тарихы ұлт-азаттық қозғалыстар мен әлеуметтік революциялар, отаршыл империялардың ыдырауы нәтижесінде жаңа мемлекеттердің пайда болуымен сипатталады. Европа тарихында ұлттық қозғалыстар елеулі құбылысқа айналды. Германия мен Италияда ұлттық мемлекеттердің құрылуы, Балқан түбегінде жаңа тәуелсіз мемлекеттердің пайда болуы, Австро-Венгрия, Осман империясы сияқты көп ұлтты мемлекеттердің әрі қарай өмір сүру мәселесін туындатты. Европадағы халықаралық қатынастар да күрделі өзгерістерге ұшырады. Наполеон соғыстары аяқталғаннан кейін жаңадан жалпы европалық соғыстарды болдырмау үшін континенттік қауіпсіздік жүйесін құру жолында жасалған қадамдар сәтсіздікпен аяқталды. Шынайы саясат принциптерін бекітумен және милитаризмнің ұлғаюына орай әскери күштер негізгі шешуші факторға әлемдік саясаттағы кез келген мемлекеттің жағдайын айқындайтын себепке айналды. 19 ғасырдың аяғы мен 20 ғасырдың басында бір-біріне қарама-қарсы тұрған екі одақ, үштік одақ пен антанта құрылды. Үштік одақтың құрамына Германия, Австро-Венгрия және Италия мемлекеттері кірсе, антантаның құрамына Англия, Франция және Ресей мемлекеттері енді. Балқан түбегіндегі ұлы державалар арасында шиеленіскен қайшылықтар жаңа жалпы европалық соғысты тудырды. Бұл соғыс адамзатқа өлшеусіз қиындық әкеліп, кейбір халықтар үшін нағыз қасіретке айналды. 20 ғасырдың басында шығыс деген ұғым әдетте азиялық өркениетке қатысты айтылатын. Экономикалық артта қалу, алып державалар арасындағы әскери жанжалдарға шығыс елдерін тарту 20 ғасырдағы әлемдік тарихтың өзіндік сипатына айналды. Осы кезеңге қарай шығыс елдері мен Европа елдерінің даму деңгейі арасындағы алшақтық тереңдей түсті. Европа мен Солтүстік Америкада өнеркәсіптік революция болып өтті, ал шығыс өз дамуында біршама артта қалып, европалық басқыншылықтың нысанына айналды. 20 ғасырдың басына қарай феодалдық құрылымдар мен дәстүрлі жүйесін сақтаған шығыс елдері дүниежүзілік капиталистік шаруашылық жүйесіне еріксіз тартылды. 20 ғасырдың басында шығыс елдерінің көпшілігінде феодалдық қатынастардың, тұрмыс пен шаруашылықтың патриархалдық түрінің ыдырауы басталды. Темір жолдар, порттар мен фабрикалар көптеп салына бастады. Бұл үдеріс бірқатар елдердің метрополияны шикізатпен қамтамасыз етушіге айналуына, немесе шетел капиталына тәуелді болуына әкеліп, тек сөз жүзінде дербестігін сақтаған елге айналдырды. Шығыс елдеріне отарлық басқыншылық пен олардың дүниежүзілік капиталистік шаруашылық жүйесіне тартылуы қарама-қайшылықты сипат алды. Шетел капиталының баса көктеп енуі шығыс қоғамының дәстүрлі қалпын күйретті. Шетелдік іскерлер жергілікті билеуші топты қолдап, бұрынғы жағдайды сақтауға көмектесті. Нәтижесінде кедейшілік, қайыршылық, аштық, жұтаңдық шығыс елдерінің миллиондаған тұрғындарын қамтыды. 20 ғасырдың басында бірқатар шығыс елдерінде, Қытайда, Түркияда, Иранда, Кореяда, Вьетнамда отаршылдыққа, феодалдарға қарсы көтерілістер мен төңкерістер болып өтті. Үндістанда отаршылдыққа қарсы күрестің ерекше түрі пайда болды. Бірақ 20 ғасырдың басындағы төңкерістер мен шаруалар көтерілістері Жапониядан басқа шығыс елдерін,
азаттық пен жаңару жолына әкеле алмады.